Туа біткенден екі көзі көрмей туылды. 9 айлығында бизнес 0 деген қағазы бар. Енді бұл алдайтындай әңгіме емес. Жаңағы өздеріңізде қазақсыздар, қазақта айтады ғой, ананы баламенен сынамасын деп, бұл енді бұл жерде мақтан тұтатындай ешнәрсе жағдай емес. Енді қазіргі таңда көріп отырсыздар, енді қазір осы видео, фото, отзывы желісінде көп видеолар жүр ғой, Сәулемайдың жетістіктерін енді мүмкін біреулеріңізге жетіп, біреулеріңізге жетпеген болар. Қазіргі таңда просто один идеальный жаңағы результат айта кетейін. Асханада тұрған осындай ақ столдың үстінен ақ тарелкаларды көреді, оның неше штук екенін санап берді. Сол последний тұтас бір жылды бұрын жатқаным отличное зрение, карантин плюс, витамин В плюс ішеміз, таңертең кешке дейін үзбейміз. Кейбір ата-аналарға енді сөзіміз кейбіреуіне жетеді, кейбіреулеріне жетпейді. Осы жерде отырған кісілерді енді тұтынып жатқан жаңағы тұтынушылар болады ғой, потребители, соларға айтқым келеді. Жалпы бұны үзбестен ішу керек. Бір ай, 2 ай ішеді, одан кейін жоқ, маған результат болмады дейді. Ең кемінде жоқ дегенде 5 ай ішу керек. Жоқ дегенде 5 ай ішу керек. 6 ай ішсеңіздер результат болады. Жақын арада өзім жаңағы бір мынадай қоңырау шалған болатын, Мөлдір Тастабекова деген врач, доктор медицинских наук. Сол кісі өзі